2025 жылы жерге предел заңы түседі. Предел заңы, мен сіздерге айтайын, бұл жақсылық пен жамандық бірдей жеңілген кезде түседі. Одан кейін адамдар Құдайды, Алланы бір өзінің жаман ниеттері, өзінің жаман бір пиғылдарын іске асыру үшін Құдайды пайдалана бастайды. Осы кезде бұл предел заңы түседі, жерге түседі. Бұл заң бірнеше мың жыл бұрын түскен. Қай кезде? Нұх пайғамбардың кезінде. Бұл заң топан сумен аяқталған негізі. Қазір ешқандай қорқудың қажет жоқ, ешқандай топан су болмайды, бірақ сіздер бір уақыттың бір басқаша жұмыс істеп жатқанын сезіне бастайсыздар негізі. Бұл жерде де қорқудың қажет жоқ, өйткені предел заңының мақсаты, түскен заңның мақсаты сіздерді иллюзиядан шығару. Вот самый главный мақсат. Сіздер сеніп жүрген нәрселердің бәрінің иллюзиялардың бәрін алып тастау, оның мақсаты. Қазір сіздерде бір мынандай сезімдер болады бұл заң түскен кезде. Баяғы өмір сүріп жүрген бір инструменттер, жалпы инструменттер жұмыс істемей бастайды. Соны сезесіздер. Bir ұстап, тырмысып жатқан нәрселерді өмірден алып тастайды, жұлып алып тастайды. Осыны байқайсыздар. Және эгоның осынша жыл жабысып, тіресіп келе жатқан нәрселер бұл жерде бәрі судай шайыла бастайды, мен сіздерге айтайын. Егер өз өміріңізде сондай нәрселер, құбылыстар болып жатса, ешқандай қорқудың қажеті жоқ, өйткені бұл наоборот сіздерге как благо ретінде түсіп отыр, көрдіңіздер ме? Бұны сезініп байқаған адамдар оянуға келеді, байқамай қалсаңыздар өкінішті. Ол жаққа мен қазір бармай ақ қояйын, ол жақ бұл заңнан өтпей қалған адамдар не болады деген сұрақ туындайды сіздерде. Оны мен сіздерге бөлек түсіріп айтатын боламын. Мен өз жолымда өттім, енді сіздерге сәттілік тілеймін. Оянатын кез келді, ояныңыздар, одан ары қарай пределға жетіңіздер, іштен Құдайды таныңыздар, барлық маскаларды шешетін уақыт келді, барлық иллюзиялардан шығатын уақыт келді. 2025 жылы келіп қойған. Егер оянамай жатсаңыздар, бізде видеолар бар, мұнда қараңыздар, әр видеоны мұқият тыңдаңыздар, жазыңыздар, конспектировать етіңіз. Марафондар бар, бізде ретриттер бар. Тіпті қатты қиын болып жатса, бізге хабарлассаңыздар да болады. Бәрі и так жақсы. Еш уайымдаудың қажет жоқ, тек өмірге сену керек. Өмір сіздердің іштеріңізде, сіздерге керек нәрсенің бәрін ол өзі жақсы біледі. Тапсырыңыздар бәрін. Бұл жерде тотальная сдача, тотальное доверие Всевышнему. Бәрі жақсы.